Баршаларыңызға жақсы қаралым болсын. Фильмнің сюжетінде аңшылар алып жыланмен күресу туралы баяндалады. Браконьер радио арқылы құтқару қызметіне хабарласпақ болған кезде басталады. Бірақ нәтиже жоқ. Алып жылан оның кемесіне мінеді. Ол револьверін бірнеше рет атады, бірақ жіберіп алады. Ол мачтаға көтеріліп өз-өзіне қол жұмсайды. Түсіру тобы белгісіз тайпаны зерттеу үшін Амазонка арқылы саяхатқа шығады. Олар тұман адамдары деп аталады. Ал найзағай басталғанда зерттеушілер кемесі қалың суға кептеліп қалған адамға тап болады. Оған зерттеушілер көмектесуде. Бір күні экипаж кемесі тосқауылға тап болғанда, Сарон тосқауылды жарып жібереді, тасталған қалың ағаштар жанармай құйылған бөшкелерді өзенге итеріп жібереді де, кемеде жыландар пайда болады. Командада бір баррель жанармай ғана қалды. Жолда олар сол браконьердің қараусыз қалған кемесіне тап болады. Сол жерден жанармай табамын деген үмітпен 3 адам, соның ішінде Сарон да бар, кемеге барады. Олар ол жерден жанармай таппайды, бірақ Сарон алып жыланды ұстаған басқа браконьерлермен бірге фотосуреті бар газетті тауып, жасырын түрде иемденеді, және Сарон бұл браконьердің досы болып шықты. Сарон сонымен қатар кеудеден жабдықпен алып жыланның терісін табады. Олар кетейін деп жатқанда Матео алып жыланның құрбаны болады. Ол оны тұншықтырып жұтады. Сарон мен Дэнни үшін тым кеш болатын. Дэнни оны іздеуге барады, бірақ оның шамын табады. Сарон командаға алып жыланның терісін көрсетеді. Сарон Матеоны алып жыланның жегенін біледі. Бірақ басқалары оған сенбей, Матеоны таң атқанша күтуді ұйғарады. Сол түні Сарон мен Гарри алып жыланды ұстауды шешеді. Келесі түнде олар табысқа жетеді. Бірақ Гарри алып жыланның құрбаны болады. Олар оны таң қалдырып байлап алады. Таңертең кеме жағалауға шығады. Дэнни мен Терри кемені жылжытуды шешеді, бірақ олар қайтадан алып жыланға тап болады. Терри оны атып үлгереді, бірақ Сарон Терриге шабуыл жасап, басқалары қайықты құтқарып жатқанда Денизді өлтіреді. Осы кезде алып жылан Уорренді ұстап алып, онымен бірге суға түседі. Нәтижесінде ағаш қайыққа құлады. Сарон Дэнниді атуға дайын, бірақ қалдың ұйықтататын дәрілері бар, жебе арқасынан соғылады. Кеме басқа базаға тап болады. Онда Терри мен Дэнни жанармай табады, бірақ Саронға таң қалды. Ол оларды байлап, маймыл қанын құйып алып жыланды азғырады. Сарон араласып торды көтеріп кабельді блоктың айналасына айналдырады. Бірақ алып жыланның салмағынан блок жарылып кетті. Алып жылан Саронға шабуыл жасап, оны жұтады. Дэнни тұзақ дайындайды, сол уақытта Терри мұнараға көтеріледі. Дэнни отынды жағады. Негіз жарылып, алып жылан жалынға оранды. Ол суға түсіп өртті сөндіреді, содан кейін Терриге қайтадан шабуыл жасайды. Дэнни алып жыланды басынан балтамен ұрып аяқтайды. Соңында команданың аман қалған мүшелері өздері іздеген тайпаны табады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп қолдау білдіріп қоңыраушаны басып қойыңыздар.